Менің есімім Назарова Әсем. Мен жедел жәрдемде фельдшер қызметін 7 жылдан бері атқарамын. Бүгін бізде түнгі кезекшілік. Біздің бүгінгі бір күніміз осылай өтеді. Бүгін біз түнгі кезекшіліктеміз. Күніне бізде түнгі кезекшілікке 15-20-ға дейін шақыртулар болады. Оның ішінде енді бізде төртінші категорияға дейін қызмет атқаратын болғандықтан, оның ішінде бірінші категория шұғыл, екінші, үшінші. Қазір бізде жүрек ауырған науқасқа келдік. Жүрегін ЭКГ-ге түсіріп, полный осмотр жасап, жүрегінде острый изменение жоқ, көмек көрсетіліп, үй жағдайына учаскелік дәрігерге қарауға кеңес берілді. Не мазалап тұр? Жүрегім шаншып қойған бері ауыр келді. Учетта тұрасыз ба? Учетта тұрасыз ба? Қойсы. Учетта, кардиологта, невропатологта. Энергетик білешті ма? Энергетик бе? Энергетик іштің ба? Осы кеместің іші болып. Неше іштің? Біреу? Кеме неше еді? 8-9. Сағат 7 жарымда. Жүрегімде острый патология жоқ, қорқатындай. Отырады тұр қазір, жиналасын. Жұмыс уақытың нешеге дейін? Қазір бізге шақырту түсіп жатыр. Травмамен, яғни ер адам жарақат алған. Қазір соған барамыз бұйырса. Күніне бізде неше түрлі шақырту түседі. Шақыртуды талғамаймыз. Оның ішінде балалар, ересек адамдар, жүкті әйел адамдар, соның бәріне шақыртуға барамыз. Бізге қазір шақырту түсті, 37 жастағы әйел адам. Әйел адамның жолдасымен жанжал орын алып, ер адам әйелін соққыға жыққан. Әйел адам қазір басының ауруына, жүрегінің айнуына шағымданып тұр. Қазір жүрек қызметкерлері келіп, шақыртуды тіркеп, науқасты жарақат бөліміне апарамыз. Ассалаумалейкум. Қазір біз пациентті жарақат бөлімінен тапсырдық дәрігерге. Қазір полный осмотр жасап, сол жақтан көмек көрсетеді. Жаз мезгілі ыстық болуына байланысты осы жылы. Қазір мына күннің ыстық болуына байланысты бас аурулары, қан қысымының көтерілуі, бас айналып құлау, естен тану, тіпті күннің ыстығын көтере алмай қан қысымдары жоғарылап, инсульт алып жатырған кісілер. Сондықтан осы жағдайда абай болу керек.